Қаял Кадерге неге сен менің анамды анам деп айттың дейді. Кадер не айтарын білмей қорқып тұрады. Сол кезде қыздардың апасы анаң деп айтам деп қателесіп кеткен шығар дейді. Серхат Зейнепті ауруханаға алып барады. Серхат бұл қалай болды, сен талып қалдың ба дейді. Зейнеп жоқ, басымнан бір бетперде киген біреу ұрды дейді. Жихан Берактың оянғанын естіген соң ауруханаға бармай жатып, дереу 2 адамға Берак оянды деп жазып жібереді. Серхат Зейнепті ауруханаға алып келеді. Берак оянған соң дәрігер оны толықтай тексереді. Берак еш жері мазаламайды деп айтады. Дәрігер Берактан отбасы мүшелеріңізді өзіңізді таныстырып кетсеңіз деп оның жадын тексермек болады. Берак барлығын тізбектеп айтып береді. Берактың алдына қыздары келіп, онымен қуана қауышады. Кадер де анасына қарап бір шетте тұрады. Берак Кадерді көреді. Осы кезде Қаял, бұл Кадер, Зейнеп деген қызметшіміздің сіңлісі дейді. Барлығы Беракты көруге келеді. Тек Серхат қана оны көруге асықпайды. Жихан да Беракты көруге келеді. Ол оны көріп түрі бұзылып кетеді. Жихан Беракқа оянғаның бізді қуантты, тезірек сауығып кетуіңді тілеймін дейді. Серхатқа қызы қоңырау шалып, сен осы біздің ауруханада екенсің ғой, сенің көлігіңді Жихан ағам көріпті. Анамды көруге кірмейсің бе, әлде дәрігермен сөйлесіп жатырсың ба дейді. Серхат қазір барамын дейді. Осы кезде Серхат Зейнепке Берак оянды деп айтады. Сол кезде Зейнеп таңғалып, сен сонда әйеліңе емес бірінші маған келдің бе деп таңғалады. Зейнеп, Берактың оянғаны дұрыс болыпты. Кадердің әкесінің кім екенін білеміз де, мен содан соң бір жолға сенің үйінен кетемін дейді. Серхат Зейнеппен бірге отбасы отырған жерге келеді. Сөйтіп оған анасы, сен қайда жүрсің дейді. Серхат болса, Зейнеп басын жарақаттап алып еді, соны қаратуға келгенмін дейді. Зейнепке жедел жәрдем шақырсаң болатын еді ғой. Адам деген бірінші өзінің сүйікті жарына келмеуші ме еді дейді. Жихан жалдаған адам медбикенің киімін киіп алып Берактың алдына келеді. Сізге екпе салуым керек дейді. Содан соң ол Беракқа, егер сен шындықты айтып қоятын болсаң өлесің дейді. Сол кезде тергеу бөлімшесінен адамдар келіп қалады. Жаңағы әйел түк болмағандай шығып кетеді. Берак қорқанынан тергеушілерге бұл жазатайым болды деп айтып береді. Серхат Жиханға, біз үйде жоқ кезде үйге бетперде киген біреу кіріпті деп оған видеоны көрсетеді. Жихан оны көріп таңғалып, бұл кімнің істеп жүргені, Зейнепке қатты соққы жасапты ғой дейді. Білмеймін кім екенін, бірақ анық Берактың көңілдесі. Егер мен оны табатын болсам, тірі қалдырмаймын дейді. Берактың алдынан шыққан тергеушілер Серхатқа, оқиға біз күткендей болып шықты. Берак ханым өз жауабын берді, бұл жазатайым болған оқиға екен дейді. Серхат Берактың алдына кіреді. Серхат Беракқа, неге менің көзіме шөп салдың? Менің көзімді бақырайтып қойып, басқа еркекпен ойнас жасап жүріп, одан қыз тауып, содан оны өмірге әкелген соң тастап кеттің бе дейді. Сен не қылған адамсың дейді. Берак болса жылап, мен қателестім, мені кешірші дейді. Серхат болса ашуланып, оған дейін қанша еркекпен байланысқаныңды кім білсін деп, сол жердегі құралдарды қиратып тастайды. Содан соң ол Берактан Кадердің әкесі кім деп сұрайды. Мүмкін ол мен танитын, қол алысып жүрген адам шығар дейді. Бірақ Берак Серхатқа Кадердің әкесі кім екендігін айта алмаймын деп кешірім сұрайды. Оның сөзіне Серхат ашуланып, сенімен енді ажырасамын деп кетіп қалады. Кешкісін үйге келген соң Жихан Серхаттан Кадердің әкесі кім екенін айтты ма дейді. Серхат оған, оны не үшін сұрап тұрсың дейді. Жихан болса, әрине айтпаған. Егер ол саған айтқанда, сен бұл жерде емес тергеу бөлімшесінде отыратын едің дейді. Себебім Азра мен Жиханға бала сүйетін уақыттарың келді деп айтады. Жихан болса, бұны біраздан бері ойлап жүредім деп эко орталығына хабарласатындығын айтады. Себебі Азра табиғи жолмен бала көтере алмай жүр деп түсіндіреді. Мында Азра Жиханнан тығып бір дәрі ішіп тұрады. Жихан оны көрмегенсіп жуынуға кеттім дейді. Содан соң Азра Мехметтің көлігін есігінің алдынан көреді, оған дереу жүгіріп барады. Азра Мехметті мен үшін келді екен деп ойлайды. Осы кезде Жихан анасының телефонын алып Беракқа қоңырау шалады. Жихан Беракқа, Серхатқа шындықты айтпағаның дұрыс болды дейді. Мен оны Серхатты қорғап қалу үшін айтпадым дейді. Жихан Беракқа, сені енді Серхатта отбасыңды кешірмейді деп тұтқаны қоя салады. Негізінде Мехмет әкесімен бірге Зейнепті алып кетуге келген еді. Әкесі үйге кеттік дейді. Зейнеп болса, Кадердің анасы оянды, 2-3 күн осында бола тұрайын, содан соң қайтамын дейді. Азра Мехметтің алдына келіп, не үшін бұл жерге келдің, кет дейді. Мехмет болса, сен үшін келген жоқпын, әпкемді алып кетуге келдім дейді. Азра осы кезде ертең теңіздің жағасында кездесейік, мен саған бәрін түсіндіремін дейді. Серхат ажырасуға деген құжатты Берактың алдына ауруханаға жібереді. Ажырасу қағазын көрген Берак оны көріп таңғалады. Жихан өзінің жоспарын іске асыру үшін
Жұмыс кезінде Эбрудың үсті басына қарайды да, менің жұмыскерім мынандай халде жүрмеу керек, саған жүр киім алып берейін дейді. Эбру бұл ұсынысқа қуана келіседі. Азра Мехметпен кездесіп, одан кешірім сұрайды. Осылай жасауға мәжбүр болдым деп күйеуі жайлы айтады. Осы кезде Азраға ауруханадан қоңырау шалады. Анаңыздың емдеу ақысы төленген жоқ, келіп оны алып кетіңіз дейді. Азра не істерін білмей Жиһанға қоңырау шалады. Бірақ Жиһан тұтқаны көтермейді. Содан соң Азра не істерін білмей Мехметке, мені анамның алдына апара аласың ба дейді. Берак күтпеген жерден үйіне келеді. Есікті Зейнеп ашады. Зейнеп Беракты көріп таңғалады. Берак оған, көлікте заттарым бар, тезірек үйге алып кел дейді. Зейнеп Берактың көзіне қарап тұрып, өзің алып кел, мен сенің қызметшің емеспін дейді. Берак болса Зейнептен ондай жауап күтпеген болатын. Берактың үйге тосынсый болып келгені қыздарын қатты қуантады. Берактың үйге келетінін Серхат та күтпеген болатын. Осы кезде Инже анасына, саған ауруханаға барайын деп жатқанбыз. Әкем бармаймын деді. Сенің үйге шығатыныңды білген екен ғой, сол үшін сөйтіп айтыпты ғой дейді. Беракты көрген Кадыр, анашым деп алдына жүгіріп бара жатады. Бірақ Зейнеп оны ұстап қалып, оны бөлмесіне қарай апарып тастайды. Азра ауруханаға анасының алдына келеді. Сол жердегі қызметкер Азраға, Жихан мырза, сіздің анаңыздың ем шарасына ақша төлемейтіндігін бүгін шығарып жіберіңіз деп айтты дейді. Азра дереу Жиханға қоңырау шалып, анамды ауруханадан шығарайын деп жатыр дейді. Жихан оған, сен жүктілікке қарсы дәрі қабылдап жүргеніңді мен білемін дейді. Жихан оған шарт қояды, маған бала туып бересің, болмаса анаң емделмейтін болады дейді. Азра анасы үшін барлығына көнетінін айтады. Сөйтіп, Азраның анасын қайта емшараға қабылдайды. Мехмет Азраның жылап тұрғанын көріп, күйеуің не деді, саған көмек керек пе дейді. Азра болса, маған ешкім де көмектесе алмайды деп жылайды. Серхат әйелінен, не үшін бұл үйге келдің, қай бетіңмен келдің дейді. Берак болса, бұл менің де үйім дейді. Серхат, жоқ, сенің үйің емес, менікі дейді. Серхат оған, мен сенімен ажырасамын, қыздар менімен қалады дейді. Берак Серхатқа, маған бір мүмкіндік берші, барлық адам кешіреді ғой. Егер сен де осындай опасыздық жасасаң, мен сені кешірер едім дейді. Серхат болса, бірақ мен саған опасыздық жасаған жоқпын ғой дейді. Осы кезде Берак қағазға бір сөзді жазады да, сейфтегі тұрған қаруды алып өзіне қарай кезейді. Серхат оған, бұлай жасаушы болма, ештеңеден бұлайынан құтыла алмайсың дейді. Серхат онымен қарсыласып, оқты алайын деп жатқан кезде, атылған оқтың даусын Зейнеп алыстан естиді де дереу сол жерге жүгіріп кіреді. Атылған оқ Беракқа емес, терезеге тиген екен. Өзіңді өлтіріп, мені осы қиындыққа тастап кетпек пе едің? Қыздардың алдында мен не айтатын едім деп оған ашуланады. Берак жаңағы қағазға мен сені сүйемін деп жазған екен. Серхат оны оқиды да, ол қағазды мұжып-мұжып Берактың бетіне қарай лақтырып жібереді. Зейнеп Беракқа, сен не қылған адамсың, Алла сенің жазаңды берсін деп кетіп қалады. Зейнеп пен Серхат сыртта сөйлесіп тұрады. Берак екеуінің бірге тұрғандығын көріп қызғанып, ол дереу Зедевке қоңырау шалады. Сөйтіп, мен үйдемін, кездесейік дейді. Мехметтің анасы кеше қайда болдың деп одан тынбай сұрай береді. Сөйтіп анасы оның Азраның алдына барғандығын біліп қояды. Анасы оған, енді ол отбасымен байланыспа деп ескертеді. Мында Азра мен Берак сөйлесіп отырады. Сөйтіп Берак Азраға, жаңа телефон алғансың ба, кәне көрейінші дейді. Сосын телефонын берген соң, Азра маған бір шынаяқ кофе алып кеш деп оны жұмсап жібереді. Берак Жиһанға қоңырау шалып, маған берген ақшаңды алу үшін үйге жалдамалы адам жібердің бе, осыншалыққа бардың ба дейді. Сөйтіп Жихан оған, мен жасаған жоқпын дейді. Содан соң Берак оны кім жасады деп сұрайды. Жихан Себеттің алдына келіп, үйге адам жіберіп, ақшаны алып кеткен сенсің бе дейді. Өйткені ол ақша жайлы сен ғана білетінсің дейді. Себет ашуланып, жұмыстар жүрмей жатыр, қонақ үйдегі мәселені шешу үшін тезірек ресепшндегі Эбруді араластыруымыз керек болған дейді. Мында Серхат жанға өзінің ішкі жан сырын айтып отыр. Беракты үйден қуа алмаймын, не қыздарға шындықты айта алмаймын, не Кадырдың әкесі кім екенін де білмеймін, әбден басым қатты дейді. Кадыр анасына арнап сурет салады, сөйтіп оны бермек үшін бөлмесіне алып келеді. Кадыр оған, екеуміздің суретімізді салдым, әкеміздің кім екенін білмеймін, сол үшін салған жоқпын деп суретті береді. Суретке қарап Берак көзіне жас алады. Кадыр анасына өткен күнге еш ренжімейтіндігін, оны жақсы көретіндігін айтып, бірден бас салып құшақтай кетеді. Берак Кадырге, сен мені жақсы көрме, мен жаман адаммын, мен саған ана бола алмаймын дейді. Кадыр жылап, бірақ сен маған ойыншық беріп жіберіп едің ғой дейді. Берак болса, оны мен саған берген жоқпын дейді. Кадыр қатты жылап бөлмесіне кіреді де, мынау маған керек емес деп ойыншықты лақтырып жібереді. Мына ойыншықты маған анам әпермеген екен. Ол маған, мен саған ана бола алмаймын деп айтты деп жылайды. Зейнеп Кадырды жұбатуға тырысады.
Зейнеп ашулы күйде Берактың алдына кіреді. Зейнеп оған сен тас жүрексің, балаңды туа салып басқа біреулерге бердің. Олар оған қандай қарым-қатынас жасағанын білесің бе дейді. Олар оған ақша тапқызуға мәжбүрледі. Қызың білезік сатып, ақша тауып оларға беріп жүрді. Сенің осыдан хабарың бар ма? Әрине жоқ. Егер Кадер ол істі істемесе, олар оны көкалайдай қылып ұрып жүрген. Кадер сенің осындай оңбаған ана екеніңе қарамастан, тастап кеткеніңе қарамастан, ол сені жақсы көрді. Сен екі қызыңа ойыншық беріп жібергеніңде Кадер еңкілдеп жылады. Мені анам жақсы көрмей ме? Маған неге ойыншық әпермейді деп жылады. Ал мен сенің қателігіңді жуып шаю үшін ойыншық сатып алдым да, оған мынаны сенің анаң беріп жіберді деп айттым дейді. Ал сенің істеп отырған ісіңді қара. Сен ешқандай да ана емессің, тіпті адам да емессің дейді. Берак Седефпен сөйлеседі. Берак Седефке Серхатпен төсектес болуды ұсынады. Өйткені өзі де Серхатқа опасыздық жасаған. Енді Серхат та оған опасыздық жасаса, екеуміз тең түсеміз деп ойлайды. Седеф оған келіседі. Азыра Жиханның жымиып, телефонда бір нәрсе көріп отырғанын байқайды. Сөйтіп Жихан кетіп қалған соң, оның телефонын ашып көрген кезде толған Эбрудың суреттерін байқайды. Бұл деген Мехметтің қарындасы Эбру емес пе деп оны танып қояды. Берак Елкем қызының алдына келіп, сен мен жоқ кезде жүзуге бармапсың ғой, неге олай жасадың дейді. Елкем болса, сіз ауруханада болған соң менің көңіл күйім болмады дейді. Демек мен кінәлі екенмін ғой деп оған қысым жасайды. Елкем жоқ, сіздің еш кінәңіз жоқ. Мен баяғыша барлығын жасаймын да чемпион атанамын, сізге медаль алып келемін дейді. Содан соң ол Хаялдың алдына кіріп, сенің екі бетің кішкене толған сияқты, қане өлшеніп көрші дейді. Хаял қорқақтап тұрады. Сөйтіп таразыға қараса, оның кішкене салмақ қосқанын көріп, сөйтіп оған қысым жасап, егер сен осы қарқында жүре берсең, мен алып берген киімдерге сыймай қаласың ғой дейді. Сөйтіп ол Хаялға 2 килограмм салмақ тастауын керек деп тапсырма береді. Екі қыз да анасымен сөйлескен соң көңілсіз отырады. Кадер де анасына ренжіп, тамақ ішуден бас тартып отырады. Қыздардың көңілсіз отырғанын көрген Зейнеп шыдамай, олардың көңілін көтеруге тырысады. Қыздар бірігіп есіктің алдын көбікпен жуады. Зейнеп оларға қуана қарайды. Осы кезде Серхат та қыздарының көңілді жүргеніне көріп, оның да көзі тойып отырады. Серхаттың Зейнепке күлімдеп қарап тұрғанын Берак байқап қояды. Эбру Жиханға сіздің әйеліңіз менің ағамнан кешірім сұрапты деп айтып береді. Эрканға Берак қоңырау шалып, оған бір тапсырма береді. Қонақ үй қызметкері Серхатқа сізді 10-шы бөлмеде маңызды біреу күтіп отыр дейді. Сөйтіп қызметші қыздар Седеф ханым Серхат мырзаны жеке кездесуге шақырып отыр дегенді Эбру естіп қалады. Берак Кадерге келіп, екеуміз саябаққа барып қыдырып қайтсақ қайтеді дейді. Кадер анасының бұл ұсынысына қуанып кетеді де Зейнептен рұқсат сұрап барады. Зейнеп Беракқа егер Кадерді ренжітсең, мен сені аямаймын дейді. Эбру Зейнепке қоңырау шалып, Серхат мырза қонақ үйде Седеф деген бір қызбен романтикалық кездесуге кіріп бара жатыр дейді. Егер Серхат ол жерден 5 минутта шықса, тіпті жақсы. Егер ұзақ қалып қалса, онда мүлдем басқа әңгіме дейді. Зейнеп болса, оны неге маған айтасың дейді. Эбру болса, әйелі де оған опасыздық жасаған жоқ па? Серхат мырза да әйелімен тең түсу үшін жасайтын шығар дейді. Зейнеп болса, оны маған несіне айтасың, маған ол түкте қызық емес дейді. Бірақ мен білген Серхат мырза ондайға бармайды дейді. Зейнеп осы кезде Серхат мырзаны қызғанғандай болады. Седеф бүкіл жерге әтір сеуіп дайындалып отырады. Сөйтіп Серхат келеді. Седеф есікті ашып, ішке кірсеңші деп оның қолынан тартып ішке кіргізеді. Сөйтіп Седеф романтикалық үстел үстінде тұрған шарапты екеуіне құя бастайды. Серхат ештеңеден саспай үстел үстіне отырып шарапты алып ішеді. Седеф оған сенің әйелің саған опасыздық жасады. Сен де оған опасыздық жасап, онымен тең түскің келмейді ме деп ұсыныс жасайды. Берак Кадерді саябаққа алып барып, онымен көңілді уақыт өткізеді. Берак оған, мен саған осылай аналық жасағанымды қалайсың ба? Бірақ мен саған біздің үйде олай жасай алмаймын. Сол үшін сен басқа жерде тұруың керексің дейді. Берак оған шарт қояды. Не біздің үйде тұрып, мен саған аналық жасамаймын, не сен басқа үйде тұрып, мен саған керемет ана болып бере аламын дейді. Кадер жарайды деп басқа үйге тұруға келіседі. Берак оған алдыңғы үйіңе барып тұруыңа тура келеді. Олар енді саған қиындық көрсетпейді, өйткені мен бармын дейді. Сөйтіп Берак Кадерді Эркан мен Тюлайға беріп жібереді. Тюлай Кадерге үйге келген соң, үйіңді сағындың ба дейді. Кадер үндемей тұрады. Сол кезде Тюлай оны жұлқып жібереді. Серхат мырза үйге келген соң, Зейнептің бірінші айтқан сөзі не болды, болды ма дейді. Серхат болса, не болды ма деп түсінбей қалады. Осы кезде Берак үйге келе жатады. Оны көріп Зейнеп, Кадер қайда деп сұрайды.
Берак болса Кадыр өзінің үйінде, оны өзі осылай қалады дейді. Бұны естіп Зейнеп пен Серғат таң қалады. Келесі бөлімді жіберіп алмас үшін Киноәлем арнасына тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.